сіздерді Лаукел отбасымен таныстырайық. Лаукел отбасында 5 адам, 2 қыз, 1 ұл тәрбиеленуде. Алғаш Лаукел мен Айгүл студенттік өмірдің соңғы кезеңі. 1995 жылы Алматы қаласында шаңырақ көтерген. Тұңғышы аяулым, 2 баласы ұлы Нұрсұлтан, 3 баласы Нұрайым дүниеге келді. Отбасында ұлттық құндылықтарды бағалайтын, білім алу ең басты міндет деп, барлық балалары оқуда озат, үлгілі спортшылар болып өсіп. Лаукел жанұясының басты ұстанымы білім мен тәрбиені ұштастыра отырып, қоғамдық ортада өз орнын табатын, жан-жақты ұлттық тәрбиені бойына сіңіріп өскен патриот, болашақ тұлғаны тәрбиелеу. Отбасында біліммен бірге спорттың әр түрін меңгерген, салауатты өмір салтын ұстанған отбасы мүшелері бар. Отбасымен бірге әр түрлі саяхаттарға барады. Спорттың волейбол және баскетбол, теннис түрлерін қызыға ойнайды. Апта сайын жанұялық тоғызмалақтан сайыс ұйымдастырады. Қызықты кітаптар оқып, анасымен бірге қыздары әр түрлі киім үлгілерін тігуді ұнатады. Тоқыма тоқиды, құрақ тігеді. Әкесі Лаукел Семей заң университетінің дене шынықтыру факультетін тамамдап, 22 жыл еңбек етуде. Анасы Айгүл Жетісу университетінің филология факультетін бітіріп, 26 жыл еңбек өтілімен қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, үздік педагог, тренер, сарапшы, тәжірибелі ұстаз болып қызмет атқарып келеді. Қызы аяулым, мектепте оқу озаты, үздік спортшы, Еуразия ұлттық университетінің бакалавр, магистранты, үздік спикер, қазіргі таңда тәрбие ісінің аға тәлімгері және география пәні мұғалімі қызметін атқаруда. Еңбек өтілі 1 жыл. Ұлы Нұрсұлтан, мектепте оқу озаты, Астана қаласы яки дене шынықтыру және спорт мамандығын бітіріп, дене шынықтыру пәні мұғалімі болып 4 жыл еңбек етуде. Қызы Нұрайым, 7-ші Ә сынып оқушысы, оқу озаты, мектептегі жас ұлан ұйымының белді мүшесі, сынып әкімі, көркем сөз оқу шебері, аудандық облыстық республикалық конкурстар жеңімпазы, облыстық ғылыми жоба жеңімпазы. Отбасы сүйіспеншіліктің, құрмет пен ынтымақтастықтың ошағы, яғни кез келген зиялы қоғамның діңгегі. Отбасының аман саулығы әрбір елдің дамуы мен келешегінің өлшемі. Білесіз бе, отан осындай отбасыдан басталады.